құрметті ханымдар мен мырзалар. Қайырлы кеш, құрметті өнер сүйер қауым. Бүгін міне елбасымыздың қолдауымен дүниеге келген мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасының президенті, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың биылғы жолдауында 2012 жыл Астана ТМД мен Түркі әлемінің мәдени астанасы болып табылады деп жариялауына байланысты Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университеті, Қызылорда облысы Шиелі ауданының әкімдігі, Қорқыт атындағы өнертану ғылыми зерттеу институты, дәстүрлі музыкалық өнер факультеті, дәстүрлі ән кафедрасының ұйымдастыруымен және Қызылорда облысы Шиелі ауданының әкімдігінің демеушілігімен тұңғыш рет қазақ өнерінің аса көрнекті өкілі, әнші, жыршы, ақын сазгер Нартай Бекежановтың құрметіне арналған, сонымен қатар жыр алыбы Жамбыл атамыздың есімі беріліп отырған Қазақ ұлттық өнер университетінің осы үлкен залында 2 күннен бері өтіп жатқан өздерін білер Нартайым атты бірінші республикалық әнші жыршылар конкурсы өз мәресіне келіп жетті. Бүгінгі конкурсқа қолдау көрсеткен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақ ұлттық өнер университеті. Бүгінгі өткен игі шараның басында қазақтың 2 ұлы тұлғасы қайта қосылып жатыр. Олай дейтініміз Нартай Бекежанов атындағы 1-ші республикалық әнші жыршы конкурсының қарсаңында Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры, Қазақстан Республикасының халық әртісі, профессор Айман Қожабекқызы Мұсақожаеваның ұсынысымен Шабыт сарайының үлкен концерттік залына жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың есімі берілді. Осыған орай тұсаукесер құттықтау сөзін мемлекет және қоғам қайраткері академик Мырзатай Жолжасбековке сахнаға шақырамыз. Қымбатты бауырлар, мына Астанада мен 12 жылдан бері тұрамын, бірақ сондай күндердің ғажайыпта таңғаламын. Мен осы университеттің кішкентай залында болып едім, мынандай залды көрмеген екенмін. Не деген ғажап зал, жарқырап тұрған. Осы біздің халқымыздың маңдайына біткен мәселе кезінде бергі дәуірде Жамбыл, кейіннен Нартай, Шашубай сияқты ұлылар болса, бүгінде бұлай қатарлы қазақ халқының бағына туған жұлдыздар баршылық. Солардың екеуінен ерекше қадап айтсам деп отырмын. Бірі осы университетті құрған, іргесін қалап, осындай дәрежеге жеткізген елбасының қолдауымен бұл Айман Мұсақожаева, бірі қазақ музыка өнерін қадірлеудің оның мамандарын дайындаудың қара шаңырағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры және Аубәкірі бар. Осы екі қызға ілескен талантты қыздар баршылық. Бақытты болсын өнеріміз, дендері сау болсын осы қыздардың. Шетелде қазақ халқының даңқын аспанға шығарып жүрген біздің қарындастарымыз осылар. Ал енді бүгін мына залдың атын қазақ поэзиясының алыбы кеше біз кейде бір заманнан бір заманға көшіп, кейде артық айтып, бұрынғы заманның бәрін ғайбаттап кететін әдетіміз бар, жылғы мінезді қалыппыз бар. Ал бірақ мәселен Шынтуайтына келген кезде өткендегі совет дәуірінің алғашқы кезеңдерінде өнерді қатты қадірледі. Ұлттық өнерлер әр жерде дамыды. Соның бірі мәселен кезінде әбден қартайып, өмірді күдер үзген, дуадақ болдым шөлі жоқ, аққу болдым көлі жоқ деп
белінен айырылып, бүкіл өмірден түңілген жамбыл қайта түлетін заман осы еді. Қайта желпінетін заман осы болады. Онан кейін жамбыл бүкіл тек одағы емес, Қазақстан емес, бүкіл әлемге талай ғажап жырдың маржандарын шашты. Мен мәселен қазақ халқының маңдайына біткен арғы замандағы ең ұлы перзенттердің бірі Мұхтар Әуезовтен 3 жыл сабақ оқыған адаммын. Сіздерге бір қызық айтайын, сол Индияға барып келгенде, ол кісінің Абай жолы романын урду тіліне, хинди тіліне аударған барлық кездесулер болған. Мені білет, ақынды Әуезов екенімді, Мұхтар екенімді, мен ұлтымды білмеді деді, естелігімде. Бәрін айттым, жерімді айттым, тауымды айттым, тасымды айттым, неше түрлі есіме түскенін бәрін айттым, болмады. Сол бір күні парламентте кездесу болып, сол кезде аузыма жамбыл түсті деді. Жамбылды айтып едім, сол Индия парламенттің бір депутаты мынандай мінбеге шығып, жамбылдың Сталинді болу заң дейтін өлеңін жатқа айтты дейді. Мұқан айтады, мен тап осы жамбылдың елінемін дедім дейді. Жұрт орнынан тұрып, қол шапалақтады деді. Өзінің естеліктерінде жазылған. Сонда оқыс айтқан жамбыл тек ол ақын емес екен. Жамбыл қазақ халқының паспортына айналған екен деді. Әуезовтің өзі де өстіп қазақ халқының паспортына айналды. Біз тәубе етуіміз керек. Мінекей бүгін мынандай төрді Астанамыздың айшықты бір алаңында Жамбыл бабамыздың аты беріліп отыр екен. Менің шын тілейтінім біріншіден құтты болсын айтам, екіншіден Жамбыл бабаның аруағы қолдай берсін. Осында дүниежүзінің халқынан салыстырған кезде әлде қайда сұлу, әлде қайда сымбатты, әлде қайда ақылды қазақ жастары өсіп келе жатыр. Солар аман болсын, солар бақытты болсын, солардың өнері өрге шаба берсін, ғұмырларын Алла тағала ұзақ қылсын, осының үшін тұнған жыр болсын, осы аппақ залдың іші толған аппақ көңіл болсын, осы залдың іші керемет әндерге кенелсін, керемет күйлерге ертесін осының үшін. Бәріміз осында жиі жиналып, жақсылықта, амандықта бастасып тұрайық, құтты болсын. Жамбыл Жабаевтың жыр шашуы орындайтын Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген мәдениет қайраткері Ахан Әбутәлі. Жақындарым келіпсің, ертіс еділ ілесің, бас қосқалы келіпсің, жүрген жүрі тұман жүр, сендер елге көріксің, шаршы топқа төгілдің, сөздеріңді сағындым, көзге жылы көрінген, өздеріңді сағындым, Астананың елімден, бір құбанға кәріңмін, алтын орда төрінден, қолын алып көріскен сәлем досы Жамбылмен. Еден қағып өлімге күн қызбайды намысқа, күндайды бір жарысқа, көтермекші боп келдім, кәнім бәрін қарышта. Бұл жиын үстінде сөз сарапқа салындар, ой тарапқа шабылдар, бүрін жүйрек өткен жер, ұзын жол қалыңдар, кеген деген торынның ізі қайдан табылдар. Жүйрік болар ма, шаршы төске серілемей, қыран болар ма, тасқияға өрдімей, жорға болар ма, бір таяғын
болмай, батыр болар ма, қалың жауды тайдырмай, ақын болар ма, арқа қызып ән салмай, жиналған қалайыр сөзін көбейіп қамсанбай. Алыс сүйінбай мен қатаған, қарыдыңдың батаған, атын жаттан баладан, әділіңге атаған, кетшінбай мен торынбай, өлім сөздің қорындай, көрінеді сұрағы, келген көшкен жолындай, біз солардың көріні, көктауындай бұрқырап, сөз бастаңдар келеді, ақындар көз салыңдар, қиылбаны шалыңдар, қиғыл салып талайдан, келе жатқан сарым бар, ұзын жолда біз өткен, көрінгі көп тәлім бар, жырғы лайық елің бар, елгі лайық елің бар, төрі тұлған түлікке, тұланбай тап жерің бар, сабасы мол көгізді, өлкі толған егім бар, тау мен дала сақтаған, қойны толған күнің бар, алтын күміс қорғасын, мұнай неміз көмір бар, осы дәулет тұрғанда, демендеден кемің бар, осыларды жырлайтын ақындардың жөнің бар. Шашылбай, сендер өзің басындай, ақытыңдар бөліңді, жазғы тұрғы пасқындай, барықтай қалқа келедім, мая сарылған жақсыбай, жырларыңды естіген, дос құмардан бір шықсын, жырларыңның күшінен жау жүрегі, тұншықсырдай. Астана қаласын ән жырмен тербеген конкурс жеңімпаздарын ортаға шақырамыз. Сұңғыла ерке, серке дараланған, жүйріксің елдегі зор бағын алған, ұлы әнші, асқақ күйші абзал ұстаз, саңлақсың, жұлғысындай жаңаланған. Деп ақын Кәкімбек Салықов айтқандай, жеңімпаздарды марапаттауға Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекет сыйлығының лауреаты, парасат орденінің иегері, Қазақ ұлттық өнер университетінің кафедра меңгерушісі, профессор, Қазылар алқасының төрағасы Қайрат Байбосов ағамызды сахна төріне шақырамыз. Кешар қадірлі ағайын, той қадірлі, қайырлы құтты болсын. Университетіміздің ректоры Айман Мұсақожаева жол сапармен, концерттік сапармен Америкаға жүріп кеткен. Сол алты күні кездесіп, осы конкурс басталайын деп жатыр. Қайрат ақылды сәлем, Алматыға барып келдім. Ойыма түсті, жолда келе жатып, осы Жамбыл бабамыздың атын берсек қайтеді осы үлкен залға деп. Қалай қарайсыз? Ойбай қуанып, әлгі осы конкурс өткізейік деп жатырмыз. Мынау Нартай атамыз Жәкеңнің інісі, шәкірті, өзі екі алыптың басы бір қосылған тоғысқан болды деп өте бір терленіп қатты қуандық. Сондықтан осы ұлылардың басы жиналған күн бүгін тұңғыш рет өтіп отыр. Нартай конкурсты республикалық атаумен және осы конкурс бағдарламасында тек қана негізгі жаңағы айтылатын әндердің ішінде Нартайдың әні болу керек, міндетті түрде Тайжанның әні болу керек, Қалмағанбет ұстазы Шашубайдың әні болу керек, Майраның әні болу керек, өзінің досы бірге жүрген Кенен Әзірбайевтің әндері болу керек. Бұл міндетті түрде. Өйткені осы кісілердің әндерін қоса отырып, бүкіл қазақтың аяулыларының атын қайтадан жандандырып деп жатырмыз. Енді жастарымыз бүгін мәреге келді. Әрине бұл конкурс деген жарыс осымен қатып қалып, осыдан құлап қалса өмір бітіп қалмайды. Бұл бір-бірінен үйрену, бір-бірінен үлгі алу, қай жерінде кемістік кетті, немесе
қай жерден әлгі шалыс деген сияқты келесі конкурстарға, келесі болатын конкурсқа асқан дайындықтың кетеді сөз. Сондықтан тұңғыш әнші жыршылар конкурсы қайырлы құтты болсын. Енді марапаттауға рұқсат беріңіз. Жабылатамыз айтқан екен дейді: о Нартай, шешен таңдай, қасқа маңдай, сөзің тәтті дәмді екен, шекер балдай. Жүректі жадыратып бір оятсаң, сарғайып күншығыстан атқан таңдай деген екен. Нартай Бекежанова атындағы өздерің білдерін Нартаймен атты бірінші республикалық әнші жыршылар конкурсын дипломант атағымен Рахметулла Жолтаев марапатталады. Нартай Бекежанова атындағы өздерің білдерін Нартаймен атты әнші жыршылар конкурсының дипломант атағымен Нұртілек Ақтаев марапатталады. Осы дипломмен Гүлдана Ноғайбаева марапатталады. Дипломант атағымен Жайлаубай Денисламбек марапатталады. Бір арнайы сыйлық тағайындадық. Ол ақын, әнші, сазгер Мұхамеджан Рүстем деген ағамыз өткен жылы қайтыс болыпты. Мұхамеджан ағамыздың небір тамаша әндері бар еді. Ол кісінің өзін баяғыда Шымкентке барып, үйінде болып танысқан едім. Ол кісінің Нартай Бекежан, Нартай деген шығарған өзінің жазған кітабы бар. Көптеген Нартай туралы насихаттаған адам, бауыры, туысы. Сол арнайы сыйлықпен ол кісінің аты есімі елдің есінде жүрді деп, жастардың есімі Бейсенбек Төлеубаевқа алғыстар Сәкен Бегмановқа беріледі. Бірінші конкурсында қатысқан үшін. Мынау беріліп отырған мәдениет министрлігінің тапсырмасы бойынша таяуда осы баспадан шыққан әлі жыршыларымыз қолына алған жоқ. Осы мынау қораптың ішінде 60-қа жуықтасын сатылықтан алмасын үшін жыршылардың үн таспалары әлі ешкімнің қолына жеткен. Алғысқа Жасылам Мұсамадина. Алғысқа Марат Сұғыров.
Сыдырбайға. Алысқат Марат Сапаров. Мұхаммед әлі Тұрманбекұлына. Елдің берілетін диплом, 3-ші дәрежелі диплом, Ақмарал Ноғайбаеваға. Атырау қаласынан келді. Диплом 3-ші дәрежелі және лауреат атағы жақсы келді Майя Сағынға береді. Жақсы келді. Нартай Жекежановпен қатар шыққан Майя Сағын Жапақ ақынның немересі. Үшінші дәрежелі диплом лауреат атағын Айзат Қарабекова. Кешіресің, жақсы қыздарды көрсем байқамай Екінші дәрежелі диплом лауреат атағы Мерей Кәрімовқа берді. Екінші дәрежелі диплом және лауреат атағымен Талғат Әбуғаш. Шейіт аудан деген елдеріне, халқына рахмет айтқым келіп отыр. Мынау жақсы ірі көлемдегі ақшаны беріп отыр лауреаттарға, жастарға. Осы. Енді бір жол дейді 300.000 теңге. Бірінші дәрежелі дипломмен Күнсұлу Түркпенова. Бірінші республикалық әнші жыршылар конкурсының жеңімпазын құттықтау және конкурстың бас жүлдесін тапсыру үшін Қызылорда облысы Шиелі ауданының әкімі Нұрлыбек Машбекұлы Нәлібаев мырзаны сахна төріне шақырамыз. Аса құрметті астаналық ағайындар, құрметті өнер сүйер қауым,
елбасының тапсырмасына сәйкес мәдени мұра бағдарламасы аясында кешеден бері өтіп жатқан өздерің білер Нартайым атты әнші жыршылар байқауының қорытындысымен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Біз үшін үлкен тарихи күн, үлкен мереке. Жаңа Мырзатай ағамыз айтқандай, мынандай керемет залда бүгін Жыралыбы Жамбыл атамыздың аты беріліп жатса, онда алғаш рет Нартай бабамыздың байқауының өтуі де бұл тектен тек емес деп есептеймін. Жамбыл атамыз Қазақстанның алғашқы онкүндігін Мәскеуде ашса, екінші онкүндігін 1949 жылы Нартай ағамыз ашқан. Өнерде де сыйластықта болған, біріне ұстаз, бірі шәкірт болған ағаларымыздың бүгін мен бір рухы кездесіп жатқан шығар деп есептеймін. Бабаларымыздың жатқан жер жайлы болсын, рухы биік болсын, барлықтарыңызды қолдап желеп жебеп жүрсін деймін. 2010 жылы біз Шел ауданында Нартай Бекежановтың 120 жылдығын республикалық деңгейде атап өттік. Сол 120 жылдығында бастау алған осы байқау осы биыл Астанада өзінің жалғасын тауып жатыр. Сол біздің ауданда өткен республикалық байқауға да барлық облыстан осы өнерпаздар қатысқан болатын. Осы өнерпаздардың көбісі сонда өздерінің өнерін көрсеткен болатын. Біз биыл осыны Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен, Мәдениет ақпарат министрлігінің қолдауымен, өнер Қазақтың ұлттық өнер академиясының қолдауымен Астана қаласында өткізуді жөн көріп, бүгін өздеріңізбен кездесіп жатырмыз. Ондағы біздің мақсатымыз, енді ағаларымыз жақсы біледі, бірақ жастар осы біздің осы Нартай бабаларымыздың тереңірек осы жастарға біз насихаттасақ, осы кісілерді жастардың есіне салсақ деген мақсатта өткізіп жатырмыз. Енді Нартай атамыздың еңбегі бағаланып жатыр. Біздің ауданымызда үлкен үлгілі ауыл бар, Нартайдың атында өзінің мұражайы бар, және көптеген білім ошақтары, мәдени ошақтары осы кісінің атымен аталады. Қызылорда облысында да орталығында үлкен көше, үлкен театр осы атамыздың атымен аталады. Былтыр Алматы қаласының басшылығы біздің ұсынысымызды қабыл алып, Алматы қаласынан үлкен көшенің атын беріп жатыр. Бұның бәрі әрине бүгінгідей жиыннан кейін осы Астана қаласының басшылығы да осы отқан ағаларымыздың, аналарымыздың қолдауымен Астанадан да осы бабамызға бір үлкен көше, осындай бір мәдени орталықтарын атын берер деген үлкен сенімдеміз. Енді бүгінгі біздің жиынымызға Мырзатай ағамыз бастаған үлкен ағаларымыз, қазақтың зиялы қауымдары, Фариза апамыз бастаған апаларымыз қатысып жатыр. Барлықтарыңызға мен аудан халқының атынан, Сыр елінің халқының атынан үлкен ризашылығымды білдіремін. Және Айман Қожабекқызына үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Осындай керемет залды беріп бізге үлкен қолдау көрсетіп жатырына Қайрат ағамыз бастап, Алмас ағамыз бастап, осы шараны қолға алғаннан бастап көптеген бізге қолдау көрсетіп жатыр. Сондықтан сіздерге үлкен мен ризашылығымды білдіремін аудан халқының атынан. Мен ойлаймын, бұдан кейін де бұл байқаулар өзінің жалғасын табады. Әрине, нұр үстіне нұр болады. Осы Мәдениет және ақпарат министрлігі өздерінің іс жоспарына, тізіміне кіргізіп, алдағы уақытта осыны қолға алып жатса, біз қолдауға барлық жағынан дайынбыз. Елі, халқы, осы Нартай бабамыздың ұрпақтары әрдайым осы конкурстарды жалғастыруға өздерінің ынталарын білдіріп жатыр. Осы бабамыздың рухын ары қарай да асқақтатсақ деген үлкен бір сеніміміз бар. Сондықтан барлықтарыңызға тағы да бүгінгі үлкен мерекелеріңіз құтты болсын. Еліміз аманшылық болсын, елбасымыз аман болсын, Астанамыз жасып жайнай берсін. Енді әрине бізді қуантады осы ауданнан келіп, осындай Астананың төрінде осындай бүгін үлкен жиын ұйымдастырып жатқанымыздың барлығы осы елбасымыздың және еліміздің ауызбіршілігінің үлкен бір еңбектің арқасы деп. Сондықтан барлығы баянды болсын, құтты болсын. Рахмет сіздерге. Және айып етпесеңіздер, осы бас жүлдені тапсыруды мен Фариза апамнан өтінер едім. Біз Фариза апамнан осы кісінің жолын
диплом гран-при Нартай Бекежанов атындағы өздерің білер Нартайдың атты бірінші республикалық әнші жыршылар конкурсы лауреаты атағымен Клара Нәлібаев, Қазылар алқасының төрағасы Байбосынов, Қазылар алқасының мүшелері. Мен бұдан бір 15 шақты жылдан бері білетін едім. Бұл Нартайдың ауылынан емес, Абайдың ауылынан. Керемет әнші. Нартай ағамыздың барлық қадір қасиетін бойына сіңірген біздің қыздарымыздың бірі, соның ішінде бірегейі деп айтар едім. Құтты болсын, айналайын. Даражан, сені жақсы көретінді білесің әуелден. Маған осы саған құрмет көрсетіп, мына сый сияпатты тапсырғанына мына Нұрлыбек бауырымызға, баламызға шын жүрегімнен алғыс айтам. Өнерлеріңіз істей берсін. Нартай ағамыздай елдің, халықтың мұңын мұндап жоғын жоқтайтын азаматтар, қыздар, жігіттер көбейе берсін қазақ даласында. Басқа үйіне көп рахмет айтқымыз келеді. Шиелі ауданында, Шиелі облыста, Қазақстан Шиелі Қызылорда облысында. Сонымен қатар мәдениет және ақпарат министрлігінде оқу білім министрлігінде барлығына алғысымызды айтамыз. Құрметті өнерсіздер және конкурс жеңімпаздары, Қызылорда облысы Шиелі ауданының әкімі Нұрлыбек Машбекұлы Нәлібаев мырзаның ықылас гүлін қабыл алыңыздар. Конкурс жеңімпаздарының және сахна саңлақтарының концертін бастауға рұқсат етіңіз. Нартай рухына арналған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртіс, профессор Қошқарбек Тасбергеновтің күйі Нартай сері орындайтын Қазақ ұлттық өнер университетінің Қазақ ұлттық аспаптар оркестрі көркемдік жетекшісі Нұрғиза Тілендиев атындағы дирижерлер конкурсының лауреаты Дәурен Ғылымов.
Нартай Бекежанов ақыл сөз. Орындайтын Нартай Бекежанов атындағы 1-ші республикалық әнші жыршылар конкурсының 3-ші орын иегері Ақмарал Ноғайбаева. Жапақұлы, Қос қоңыр орындайтын Нартай Бекежанов атындағы 1-ші республикалық әнші жыршылар конкурсының 3-ші орынның лауреаты Жақсыкелді Маясаров.
Кенен Әзірбаев, Қазақстан. Орындайтын Нартай Бекежанов атындағы 1-ші республикалық әнші жыршылар конкурсының 3-ші орын иегері Айзат Қарабекова. Кенен Әзірбаев, бал құйылды далада. Орындайтын Нартай Бекежанов атындағы 1-ші республикалық әнші жыршылар конкурсының 2-ші орын иегері Талғат Абуғазин.
жыршылар конкурсының екінші орын иегері Мерей Кәрімов. Нартайға арналып орындайтын Нартай Бегежан атындағы бірінші республикалық әнші жыршылар конкурсының бірінші орынның иегері Күнсұлу Түркпенова.
Бекежанов кейбір кезде оңаша орындайтын Нартай Бекежанов атындағы 1-ші республикалық әнші жыршылар конкурсының гран-при иегері Клара Төленбаева.
дәуірін ай халқымның арасында салдың орындайтын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Әлмірза Ноғайбаев. Özge desem mahvoldu.
орындайтын жыршы Олжан Байбосынова.
Айтбек Нығызбаев.
Нартай өсиет орындайтын Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Құрманбек Бекбейісов.
Тұрмағанбет Ізтілеу өсиет орындайтын Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген қайраткері Алмаз Алматов. Қазақстан Республикасына еңбек сіңген қайраткері Қошқарбек Тасбергеновтың күйі Нартай Қосбасар, орындайтын автор.
Сырдың бойларында да сыр атылы деген күймелер. Орындайтын Қазақстан Республикасының халық әртісі Қайрат Байбосынов.
айта беретін 25-ті айтып бересіздер. Суға барған жеңгесі, сайылған 25. Жеңге қабыл қапайын деп стайбыр қалған 25. Бесіктегі баладан алғыс алған 25. Төрге жатқан кемпірден қарғыс алған 25. Екі ауылдың арасын қиқулатқан 25. Қызды көрсе қиқайып жатып алған 25. Қайдағы бәлені сатып алған 25. Сенде табылмас түркөметтен 25. Әзесеңде табылмас. Өттау кеттау жиырма. Айқын 25. Балбырау орындайтын